Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ши бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, тіркелуге ұмытпаңыздар. Ең алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Содамызды айранымызға саламыз. Кейін қантымызды да осылай салып, ашыту процесін бастаймыз. Көріп тұрғандаңыздай, ашыту процесі лезде басталады. Оған тұзымызды, суымызды құйып, араластырамыз. Дайын болған сұйықтықты ұнымызға қосамыз және майымызды да салып араластырамыз. Бірінші осылай қасықпен араластырып алыңыздар, кейін қолмен баса бастаймыз. Міне осылай жинақтап аламыз және оны 10 минутқа салафанға салып қойып қоямыз. Қамырымыз жұмсақ, қатты болып кетпесін, орташа болуы тиіс. 10 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп алған соң, кеуіп кетпес үшін салафанға салып қойыңыздар. Біреуін алып қаламыз. Қазір оны видеодағыдай міне ұзынша етіп жаямыз. Ұзынша етіп жайғаннан кейін кішкентай осындай бөліктерге бөліп аламыз. Барлық қамырымызды осылай бөлгеннен кейін дастарханымызға жайып, майымызды қоя бастаймыз. Менде май, іш май және сұйық майды араластырып қосамын. Осылай міне пісіріп алыңыздар. Қатты қызарып кетпесін, кішкене ақшылып болғаннан кейін ала бастаңыздар. Себебі қатты қызарып кетсе, қамырымыз қатып кетеді. Осылай астына салфетка төсеп, майын жұту үшін салып қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын.